Армысыздар, көңіл-күйлеріңіз қалай? Бүгін сіздерге жаңа сұрақтар қойайын. Бірақ бұған кішкене тезірек жауап беруге тырысыңыздар, ойыңызға бірінші келген жауапты айтыңыз. Екі қолда 10 саусақ бар. 10 қолда неше саусақ бар? Екіншісі, ыдыста 4 минутта 4 жұмыртқа піседі. Сол ыдыста 100 жұмыртқа неше минутта піседі? Рахмет. Енді үшінші сұрағымыз. Болат Бақыттың ағасы. Бірақ Болатта іні жоқ. Бұл қалай болғаны? Ойлап көріңіздер. Неше түрлі варианттар бар. Комментарийді күтемін. Бұл есеп аз оқып қалды десеңіздер, сіздерге бір бонус болсын. Тағы бір есеп. Өзен бар. Ағып жатқан. Мына арада өзен ағып жатыр. Осы өзеннің қасына екі жігіт келеді. Олар өзеннің арғы бетіне өту керек. Енді өзеннің бойында тек бір ғана қайық бар, және ол қайық тек бір ғана адамды көтере алады. Ана екі жігіт өзен арғы жағына өтіп кете алды. Сұрақ, олар қалай өтті? Қандай әдісті пайдаланды? Өздеріңіздің ойларыңызды күтемін. Егер сіз әлі каналға жазылмай, бірақ біздің видеоларды тұрақты көретін болсаңыздар, сіздерге өтініш төменге басып жазыңыздар.